Салауат шәриф. Бір күні яһудилердің бірі екі өтірікші куәгер табады да пайғамбарымыздың жанына барып былай дейді: «Ей Мұхаммед, сахабаларынан пәлен кісі менің түйемді ұрлап алды. Оны көрген куәгерлер де бар». Пайғамбарымыз куәдан сұрағанда: «Я, дұрыс айтады» деп растайды. Кейін сахабаларынан болған ол кісіні шақыртып алып оған былай дейді: «Саған шағым түсті. Не болды, я Расулаллах? Сен осы өткен түні түйе ұрлапсың. Мен бе? Кімнің түйесін? Міне, мына яһудидің түйесін. Ол түйені мен сатып алдым, ұрлаған жоқпын. Жарайды, ал сенің сатып алғанын көрген куәгерлер бар ма?» «Я Расулаллах, мен осы біраз бұрын ғана алдым, әлі ешкім көрген жоқ. Мына куәлар түйенің яһудидікі екенін айтты, сондықтан түйе яһудиге беріледі». Осы кезде бұл мүбәрәк сахаба пайғамбарымыздан: «Ей Расулаллах, маған аз уақыт бересіз бе?» деп өтінеді. Кейін мешіттің бір бұрышынан екі рахат намаз оқып, қолын ашып дұға етеді: «Я Раббым, мен күнде жатар алдында пайғамбарымызға 10 салауат оқимын. Я Раббым, егер сенің құзырыңда осы оққан салауаттарым қабыл болған болса, мені бұл қиыншылықтардан құтқара көр. Мен бұл түйені сатып алдым, бірақ куәгерлер яһудидікі екенін айтады». Сахаба қайтып келгенде түйе орнынан тұрып: «Ей Расулаллах, бұл яһуди өтірік айтып тұр. Мен мына кісінің түйесімін» деп тілге келеді. Түйенің сөйлегенін көрген яһуди және куәгерлері қорыққандықтарынан тұра қашады. Олар кеткеннен кейін пайғамбарымыз мұның себебін сұрағанда сахаба былай дейді: «Ей Расулаллах, мен бір әдетім бар еді, әр түні жатудан алдын сізге 10 салауат айтамын. Аллаху тағала бұл 10 салауатты қабыл етіп түйеге тіл бітірді». Сонда пайғамбарымыз былай деп бұйырады: «Сенің маған әр түні 10 салауат оқығаның үшін Аллаху тағала дүние кезінде сені бұл қиыншылықтардан құтқарғанына қарағанда ақыретте жаһаннам отынан да құтқарады» деген екен.